Cımık, arpa, жүгері, biday, kebek. Біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, біреу, жарты. Жылқы еті, бұқа еті, қойдың еті, салат малат, май сүй бірдеңе. Жылқы еті әрі жеңіл әрі сінімді, нөмір адин. Нөмір екінші бұқа еті, нөмір үшінші қойдың еті. Бұны көп жеуге болмайды. Қойдың еті қорғасын. Мынау енді салат, жесе де болады, жемесе де болады. Мынаны да жесе де болады, жемесе де болады. Ал енді мынаны міндетті түрде жеу. Көбісі айтады. Ойбай, көп беруге болмайды, өліп қалады дейді. Мынандай мышықтайдың өзі өлмейді, Жекжан. Оның бәрі тәрбиеден. Қалай өледі, Құдай сақтасын. Өлімді аузына алмасаң өлмейсің деген екен ғой. Сол секілді ниетің дұрыс болсашы. Мына мышықтарда қанша күй бар деп ойлайсыңдар, мышықтар. Мышықтай ақ өзі құнажының 5-6 ай болған бұзауы. Міне. Жем алдында жегенше жейді, жемесе тұрады. Білмеймін осы, өліп қалады, өліп қалады. 1 ай 1 грамм, 2 ай 2 граммнан беру керек деп уақытты құртады. Жейма, жесін. Аштан өлгенше бар ғой, жарылып өлген жақсы, бірақ өлмейді ол. Неше мәрте дәлелдедім. Группаларға салып жүрім, ютубқа да, тиктокқа да салып жүрім. Өлмейді, ниетің дұрыс болса, бұйырса. Енді өліп жатса, енді аштан өлгенде қарағанда тоқтықтан өледі енді. Іші жарылып. Так, мынау кімнің есінде мынау? Осы алғаш келгенде көп берген емес мынау. Мен суымды, құдығымның суын менсінбей даладан ішіп үйренген. 4 күн су ішпей, ауырып әрең жазылған бұзау еді ғой. Міне Алланың қалауы. Көп берсеңіз бір-ақ рет ауырады, зато басын қатпайды. Бұны да үйреткенбіз. Ана жүгірмектерді Алла қаласашы. Енді 1 ай 2 ай демейін, 3 айдан кейін гарантия осындай болады. Аман болса, Алла қаласа, гарантия осындай болады 3 айдан кейін. Өзі 3 ай болды, аралай 4-5 айда мынандай болады. 7-8 айда шығарам Алла қаласа. Әйтеуір қорадан құр қайтпаймын, еңбек ақымды төлеп қайтады тауықтарым. Қорадан қайтарда еңбек ақымды алып қайтам. Міне, асханадан шықты, жатақтарына келеді, жатады.